Осы тақырыпты зерттей келе, қарапайым кәсіпкерлерден құралған өзінің өнімін шетелге сататын ұйымды таптым. 20-25 миллиондай тұрады. Осы уақытқа дейін тек танысы бар адамдар шетелмен жұмыс істеген болатын болса, қазір қарапайым кәсіпкерге үлкен мүмкіндік шығып тұр. 220-230 гектар жүгері егем. Іскердің кезекті шығарылымы бұл шығарылым ерекше болып тұр. Неге десеңіздер, осыған дейін біз қалада үлкен аудандар жайлы түсіретін болсақ, бұл жолы біз ауыл шаруашылығы жайлы түсіретін боламыз. Егер де сіз ауылда жүріп немен айналысам десеңіздер, немесе ауыл шаруашылығы кәсібі сізге қызық болатын болса, видеоның соңына дейін көріңіздер. Бұл іскер және оның жүргізушісі мен Ізбасар Дәулет. Осы шығарылымда ауыл шаруашылығымен айналысатын кәсіпкермен және де шетелге экспорт жасайтын ұйымның мүшесімен сұхбат алатын боламыз. Құрметті достар, бізді бүгін ауыл шаруашылығымен нақтырақ келетін болсақ, жүгері кәсібімен таныстыратын Біржан аға. Ассалаумағалейкум. Так, біз қазір қай жердеміз? Уалейкум ассалам. Біз қазір Қордай ауданы Бетқайнар ауылындамыз. Кәсібіміз ауыл шаруашылығы, егін егеміз, жүгері егеміз. Сол ауыл шаруашылығымен айналысамыз. Негізі жақта Қордайдың көп тұрғындары именно осы жүгері өндірумен сады? Негізі Қордай ауданы, Жамбыл облысы бойынша Қордай ауданы жүгері өндіретін аудан бір ең үлкен аудан. Ең үлкен аудан бір ма? Саналады. Жеке сіздің қазір қанша квадраттық неңіз бар отайды? Жүгері өндіретін жеріңіз? Біз жалпы игеретін жеріміз 800 гектар, оның ішінде жаңа суғармалы 300 гектар жеріміз бар. Суғармалы жерлерге жүгері егеміз. Жаңағы багарный жерлер дейді ғой, о жерлерге жаңағы арпа бидейміз дегенбіз. Түсінікті. Жалпы қазіргі таңда сіздің 800 гектар ол бүкіл Қордай аудандық ма? Жоқ, ол негізі өзім жеке шаруашылығым. Сіздің шаруашылығында 800 гектар жер бар, түсінікті. Оның көп бөлігі жүгері ма? 800 гектардың өзі жүгеріге жатады. 800 гектардың 300 гектары жаңағы суғармалы жер, 500 гектары багарный жерлер ғой. Багарный жерлерде жаңағы арпа бидай егіледі. Түсінікті. Так, 800 гектардан бізде қанша жүгері шығады тоннамен? Біз енді егетініміз, мен өзім егетінім 220-230 гектар жүгері егем жылда. 220-230 гектар, қалған жерлер жаңағы жоңышқамыз бар егетін, малға, жаңағы шөпке егетініміз. Сол 220-230 гектардан орташа алғанда гектарына 10 тонна жүгері аламыз. 10 тонна? Гектарына, себебі кейінгі жаңағы тамшылады суғарып, сондай қондырғылар қойғанбыз. Жаңа технология бойынша? Жаңа технология бойынша. Сонда қараңыз, 230 гектар 10 тоннадан болса, 2300 гектар сіздің жеке тонна, 2300 тонна 2300 тонна, жүгері. Түсінікті. Негізі сіздердің тұтынушыларыңыз кімдер негізі? Тұтынушылар енді бізде жылда өткізетін жерлеріміз постоянный клиенттер бар негізі. Постоянный клиент болғанда мына Алматы облысына Чамалған деген жаңағы кран-құмала паточный завод бар. Біразын сонда өткізетін біз енді біразын осы жерде жаңағы бордақылау площадкалар бар, жаңағы соларға өткізетін біз. Комбикормдарға, Өнен кейін мына Қырғызстанға бізде алып кететін. Қырғызстанда көрші Қырғызстандан болғаннан кейін бізге Қордай шекаралас нелер ғой, сояқта алып кететін. Түсінікті. Так, сіздер негізі жаңа комбикормдарға нелерге шикізат түрінде жібересіздер, шикізат түрінде жібереміз. Дайын жүгерін шикізат түрінде жібересіз, олар өндіріп өздеріне уже керекті нәрсені шығарады, Түсінікті. Так, жалпы мысалы жаңағы айтып тұрсыз ғой, 230 гектар деп тұрсыз, соған қанша жұмыс керек сондай өндіру үшін? Енді бізде негізі жаңағы тамшылатып қондырғыларымыз бар, сөткелеп істейді ғой. 3 полямыз бар, әр поляда 3 адамнан постоянно жұмыс істейді. Сонда 9 адам жаңағы постоянно жұмыс істейді. Сол қондырғыда ал механизаторларымыз, 6-7 механизаторымыз тағы қосымша бар. Өзімізде бір 15 адам жұмысшы бар. Сізге 15 адамда жұмысы бар, Түсінікті. Так, 230 гектарды қамтуға 15 адам жұмысшы жетеді.
мына 800 гектар өз жеріме, механизаторы бар, несі бар, сол 15 адам жұмыс істейді. Иә. Түсінікті. Жалпы қазір бір жүгерінің несі қанша, өзіндік құны? Енді бізде жаңағы айтып өттім ғой, тамшылатып қондырғы қойғанбыз. Жаңа технология бойынша оның жаңа гектарға деген қаражат көп кетеді да, біздің бір гектарға 550-600 мың теңге саламыз жүгері өндіру үшін. Бір гектарға 550 мың теңге. Ол қондырғысы бар, жаңағы дәні бар, химиясы бар, кеткен суы бар, соның бәрі. 600 мың теңге бір неге шығады. Сонда бір жалпы 10 тонна қалайық. 10 тонның өзіндік құны қанша сонда? Себестоимості сонда 60 теңге болып отыр ғой. 60 теңге болады. Қазір мына қанша бізде жүгері тұр негізінде? Бізде енді мына жерде 5-6 шаруашылықтың жүгерісі жатыр, 2,5 мың тоннадай жатыр. 5-6 шаруашылық бір жерге қосылып, бір жақта сақтайсыздар. Иә, басқа көбісі де жаңа сақтайтын жерлері жоқ қой. Енді бізде сақтайтын жер болғаннан кейін осы жерге жаңа барлық шаруашылықтардың несін көмектесеміз енді қолымыздан келгенше. Түсінікті. Жылда осы объемды негізі өндіресіздер ғой сіздерді негізі? Иә. Осыған дейін сонда осылай қыста қалмайтын бе еді негізінде? Біз біразын қыста қалтыратынбыз. Бұрынғы жылдары біраз қыста қалтыратынбыз. Жаңағы өзіміздің шыққан шығымызды ақтау үшін күзінде сататынбыз да, бірақ көктемге қарай біраз бағасы көтерілетін жүгерінің. Қыста сақтайсыздар, көктемде сатасыздар. Көктемдік жұмысқа ақша. Былай қарағанда банк қой енді бізде. Депозит салып қоямыз да. Көктемде біраз 5-6 теңге болса да қымбаттайды, сол кезде сатып жүреміз да, көктемге жаңағы жұмысымызға пайдаланамыз. Түсінікті. Так, жалпы мен мысалы өзім қазір дәл қазір жүгері кәсібімен айналысқым келіп тұр дейік, жаңағы өзім 200 гектарды мысалы айтып отырсыз ғой. Сол мысалы 100 гектар жерге мысалы маған бастау үшін қанша жұмысшы керек негізінде? 100 гектар жерге жүгері егіп бастау үшін қанша жұмысшы керек? Ол енді жұмысшы техникаға да байланысты ғой. Атап өтейік давайте. Не важно бұл жақта? Адамдар, техника? Адам, техника, жаңағы адам болғанда механизаторларын болу керек. Техника маңызды, онан кейін жаңағы су қаратын сушыларға өте маңызды. Сонан кейін жаңағы соны жинап алатын уборочный техникаң болу керек. Уборочный техника болу керек. Ал қазір шамамен енді уборочный техника десе бағанағы үш техникалардың қанша тұрады негізі, қаншадан тұрады? Қаяқтан аласыздар қазір сіздер? Өте техника өте қымбат. Өте қымбат. Қазір өте қымбат. Ол әркім өз жаңағы техника алуға шамасы жетпейді. Біз лизингпен аламыз. Біз енді бұрыннан біраз істеп қалғаннан кейін біраз оборотымыз бар, лизингқа техниканы аламыз. Бір трактордың өзі жаңа 40-50 миллион тұрады. Комбайнды осыдан 3 жыл бұрын алдық, 110 миллион. Мына арасында утиль сбор деген сондайлар қосылып кетті да, бағасы шарықтап кетті ғой бізде. Түсінікті. Егер де мен мысалы бастайтын болсам, мен оны арендаға алғандар, соны сатып алуға уже қымбат болып кетеді дұрыс па? Иә, бастайтын болсаң, онда бірінші жылдары жаңағы нанимать етесің, арендовать етесің, сол техниканы, солай бастаған дұрыс та. Жаңағыдай, мысалы жүгерінің өзі бастапқыда егінге салынған кезде өзінің бір қанша тұрады негізі құны? Біз енді жүгеріні жақсы жаңағы сапалы жаңағы тұқым аламыз да жүгеріні. Ол поставщиктар бар, жаңа мысалы пионер деген тұқым бар, сонда 1 гектарға шаққанда биылғы бағасымен 1 гектарымыз бізде 95 мың теңге болды. Дәннен өзі кеткені. 95 мың теңге. 1 гектар 95 мың теңге. Түсінікті. Так, қараңыз, жаңа айтқанда 1 гектарға арналған жүгерінің бағасы 95 мың теңге. Қалған нәрселердің бәрін негізі бастап жатқан адам болса, оны жалдап бастаған дұрыс, иә? Техниканы жалдайсыз ғой. Енді бұл жерде техника себетін, айдайтын техникаңыз, себетін техникаңыз, өнінген бұны жаңағы сезон бойы жаңағы дәрілеу керек қой. Опрыскиватель деген бар. Соның бәрін жалдаған дұрыс қой. Енді әрине ондай қыруар ақшаң болса, сатып алған дұрыс әрине.
Ал енді оның бәрін арендовать етсе, бірақ уже себестоимостың да басқа болады да. Көтеріледі. Так, қазір сіздердің техникаларыңыз, Иә, бұл жаңағы комбайн ғой. Бұл комбайн жаңағы арпа бидайды да жинауға болады. Мынау қазіргі мына алдындағы жаткасымен жүгері жинайтын жатка ғой. Осымен жүгерін жинаймыз, дән қып. Дән қылып сразу шығарып береді, иә? Бір жол. Мен түсініп алайыншы, мен өзім мысалы оған хабарым жоқ адам ғой. Так, мен мына бір жүгері. Сотасы. Иә, сотасы. Мен көзімше ол сота болып тұрады. Одан келді де, мына аппарат салынған кезде бірден уже ұнтақталып, андай дән болып шығады, дән болып шығады. Осы аппарат соған жауап береді. Бұл аппарат қанша тұрады негізі, шамамен? Енді мына біраз болып қалған сияқты түріне қараса. Иә, біраз болған. Мына түрінің өзі қазір 25 миллиондай тұрады. Қазір мына түрінің өзі. Бұның өзі, иә? Сіздер негізінде өзін жаңадай алып бердіңіздер? Жаңадай болғанда біз біреуден алғанбыз бұны. Біреуден алып бердіңіздер. Мынаның қазір 25 миллиондай тұрады дейсіз ба? Иә. Қазіргі бағасы. Оңай емес екен ғой мына кәсіпті. Иә. Енді қарапайым айтайық, мысалы кәсіп ол енді бір сіз шығарасыз, тұтынушы болу керек, сұрайды сізден, сізден сұраныс жасайды, дұрыс па? Иә. Сіз мысалы қалай сатасыздар? Қаяқтан реклама бар ма? Қаяқта сатасыздар мысалы? Мен сіздер мысалы жүгері алғым келіп тұр дейікші, мен қалай табамын сіздерді? Енді сайт бар ма? Қалай бізде негізі сайт ештеңеміз жоқ. Бізге осы күнге дейін кішкене нарық дұрыс болып тұрғанда бізде былтыр ғана басталды ғой осы мәселе, былтыр басталды. Оға дейін өзіміздің жаңағы сатып алатын клиенттеріміз болды. Мысалы, көрші Қырғызстанға шығаратын жаңағы өзіміздің осы ауданның жаңағы делдалдай ма, ортада жүрген. Бізге мысалы баға дұрыс келетін болды, әйтеуір пайдамыз болды, бердік. Жұмыс істеп жатсыздар. Айтқанда қазір осыған дейін сіздерде бір делдалдар болды, солар арқылы сатасыз, постоянный клиенттері бар. Солар арқылы. Енді айтқанда қазір сұраныс азайғаннан кейін қазір бір айтқанда қимылдау керек қой. Қазір сіздер шикізат ретінде шығарып жатыр. Кәдімгі тоқтай бір өнім ретінде шығаруға не кедергі болып тұр? Енді бізге өнім бұдан толықтай жаңа глубокий переработка дейді ғой, сондай қылып сатқан әрине бізге тиімді болар еді. Оның бағасы да бөлек. Ал бірақ соған жаңа айтып отырмын ғой, завод қою керек. Ол заводты қою үшін мына қарапайым шаруалардың қолынан келетін нәрсе емес. Ол жағынан енді өкімет тарапынан болу керек та. Негізі ол мәселелер. Негізі бір кәсіппен айналысқысы келіп, үлкен масштабта кәсіппен айналысқысы келген адамдарға ол жақсы, негізі жақсы нәрсе ғой, сіздер шикізат ретінде өтіп тұрасыз, оны өндіреді да. Айтқанда барлықтарыңыз қосылып, дайын продукт ретінде Қазақстанға сатсаңыздар да, шетелге сатсаңыз дайын продукт ретінде шығады. Қазіргі сіздердің шығарып жатқандарыңыз бұл органикалық па, әлде? Енді негізі химияда қолданамыз, бірақ кейінгі жаңа сұраныстар бар. Негізі жерді құнарлығын сақтау үшін бізге де біраз экологический жаңағы таза продукция шығару үшін сол экопродукт жаңағы биостимуляторлар дейді, сондайларды пайдаланып жүрміз. Арасында пайдаланып жүрміз. Енді толық экологический продукция деп айтуға мүмкін келмейтін шығар, бірақ сондайға бет бұрып жатырмыз да негізі. Негізі оған не кедергі болып тұр қазір толықтай өтіп кетуге? Толықтай өтіп кетуге енді былай айтқанда ешқандай кедергі жоқ. Соның жаңағы бұрынғы өздеріңіз үйренген схемамен үйренген схема, өнінген жаңағы гербицидный обработка, ана сорняктардан қорғау үшін енді сондай жаңағы химияларды пайдалануға тура келеді. Қазіргі таңда бірақ әлем бойынша қазір экопродукттарға сұраныстар көбейіп барады. Негізінде бірден бір таза продукт шығарылатын мемлекеттердің біз ғой негізі экспорт. Осы тақырыпты зерттей келе қарапайым кәсіпкерлерден құралған өзінің өнімін шетелге сататын ұйымды таптым. Шымкент қаласындағы дүниежүзілік сауда орталығы жайлы бізге түсіндіретін Қайрат мырза. Так, бізге түсіндіріп кетсеңіз қысқаша, дүниежүзілік сауда орталығы деген не? Оны түсіну үшін ең біріншіден құрылу тарихына үңілейік. Мен өзім негіз кәсіпкермін. Біз органикалық матқыш шығарамыз. Казверн деген тұтынушы кооперативін Қазақстан бойынша жұмыс істейді, соны құрған болатынбыз.
Кооператив дегеніміз ол адамдардың заңды тұлғалары бар, қарапайым фермерлар бар, ортақ мүддеге, ортақ мақсатқа жету. Былайша айтқанда бірге жұмыс істеу ғой қандай. Түсінікті. Жалпы жаңағы сіз айтып өткен дүниежүзілік сауда орталығы сондай басқа да өндірушілердің бәрін площадкасы ретінде қарастырып отырмыз қазір. Бұған жету негізіміз біз өзіміздің өнімімізді қай жаққа өткізерімізді білмедік. Өйткені Қазақстан нарығын былайша айтқан кезде өнімнің біздің шамамыз келетіндей өнімді нарық перенасыщение болып кетеді, артық болып кетеді. Одан кейін экспорт амалдарын іздедік. Егер біз дүниежүзілік сауда орталығын құратын болсақ Қазақстаннан, оны хаб ретінде біздің өндірушілер мен тұтынушыларды өзара байланыстырамыз. Осындай алаң негізі дүниежүзінде практикасында бар ма? Әрине, бұл алаң бүкіл дүниежүзіндегі барлық мемлекеттерде бір 80%-ында бар ғой. 80%-ында қолданады. Дамыған мемлекеттердің бәрінде бар. Алғашқы болып басталасыңдар, Қазақстанда, Қазақстанда бұл алғашқы болып, өзіміздің тарапымыздан. Так, мысал ретінде алайық. Мен мысалы белгілі бір ауылданмын, етпен айналысам дейікші. Етпен айналысам, басқа шетелге, енді айтқанда объемды өсіріп, шетелге экспорт жасағым келеді. Ол үшін мен не істеуім керек? Ең біріншіден сіз өзіңіз тікелей істейтін болсаңыз, оны істей алмайсыз. Мүмкін болған күннің өзінде сіздің қарапайым шаруа болсаңыз, сіз мүмкіндіктеріңіз жетпейді. Сіз оған баруыңыз, келіссөз жүргізуіңіз, оның тексерісінен өтуіңіз, стандарттарына сәйкес келуіңіз, олар сіздің сапаларыңыз тексеретін комиссиялар жібереді. Оның бәрін былайша айтқан кезде қаржылық жағынан сізді жеп тастайды ол. Жалғыз өзіңіздің күшіңіз оған жетпейді. Егер мен кішігірім шаруашылық болатын болса, кішігірім жалғыз обычно КХ дейді ғой, КХ болса. Олар айтқанда кішігірім объемға олар негізі қызықпайды. Ол біріншіден, екіншіден сіздің объемыңыз кез келген бизнесмен, кез келген сатып алушы бірнеше адамнан алғысы келмейді да. Ол келіп бір адамнан алғысы келеді өзі қалаған өнімін. Өйткені сен көп болып алатын болсаң, көтерме бағада аласың, ол саған арзандау түседі біріншіден, екіншіден сен әр адаммен бөлек-бөлек контракт жасамайсың. Сол үшін олар бір адаммен жұмыс жасайды. Кез келген ұйымның белгілі бір пайдасы бар ғой. Жалпы мен осы жаққа кірген кезде бұл комиссия бар ма, немесе қанша процент болады бұл жақта, қаншалықты маған тиімді болғанмен, ол сіздерге де тиімді болу керек қой. Бұл жақта қанша процент комиссия бар негізінде? Комиссия болғанда бұл ең біріншіден бұның мақсаты кірген кезде, бастап кірген кезде ақша береміз ба? Жоқ, ондай әңгіме жоқ. Мұндағы біздің бұл алаң ретінде қолданылғандықтан, бұл алаңды біз басқа мемлекеттерге де жіберіп отыруымыз керек. Яғни ол жұмыс істеткізуіміз керек. Сол үшін шамамен 5%-ға дейін от суммы контрактта дейді ғой. Ол кіріп сен нәтиже алғаннан кейін, соның 5%-ын былайша айтқанда тастап кету. Соны таза пайдадан 5%. Таза пайда, өзінің пайдасы алды, өнімін сатты, таза пайдасын алды, соның 5%-ын тастап кетсе болады. Ол өйткені бұны дамыту үшін қажет та. Өйткені біздің өзімізде өндірушілеріміз ғой. Біз өзімізде бұл алаңды қолданамыз, былайша айтқан кезде. Бірақ өз қалтаңнан содержать ету деген ол енді кішкене дұрыс емес. Бәріміз одан жабылайық та, асар ғой бұл, былайша айтқан кезде. Ортақ іске асар қылдырып, бүйтіп беріп отырғанымыз дұрыс. Давайте полный линиясын алып алайық. Мысалы, мен жаңағы ет өндірушімін, мен сіздерге келдім, жаңағы жалғыз өзім немесе таныстарым болса бәрін етіп келдім де, бізде 2000 бас қой бар деп айтайық. Мысалы, 2000 бас қой бар, бізге осыншамен етпен қамтамасыз ете аламыз дейміз. Сіздермен келісеміз. Сіздер дайын клиент болса, анаяқпен сөйлесіп, келісімшарт отырғызып бересіздер. Айтқанда белгілі бір стандарттардан өтеміз. Ол кәдімгі экспорттайтын емес, үлкен емес, бұл жақта белгілі саны шектеулі, дұрыс па? Әрине, өйткені мұнда жаңағы біз құрылған дүниежүзілік сауда орталығы бар. Оның өзінің бір привилегиялары болады, артықшылықтары болады. Сол артықшылықтар негізінде біз кішкене өзіміздің құрамымыздағы қатысушыларға жеңілдетеміз. Оған өйткені ең біріншіден бағыт бағдар берудің өзі үлкен жеңілдік. Екіншіден площадка беріп отырсын. Үшіншіден ол бұл ұйымның ішіне кіріп отыр да, бұл адам. Одан кейін оның привилегияларын қолдана алады. Тағы маңызды айта кетерліктің жайт, ол дегеніміз сен ет алып келді, мә ал өткіз сатып жер деген әңгіме емес. Бұл мүлдем басқа әңгіме. Біз площадка деген ол мүлде басқа әңгіме, соны ескеруіміз қажет. Өйткені сен 2000 қойын бар, жаңағы айттым, 2000 қойымен келдің. Ол қойдың стандарты қандай, оның сапасы қандай, оның бәрі тексеріледі міндетті түрде. Оны кім сатып алады? Сол адам келіп тексеру құқысы бар.
ол не алып жатқанын білу керек та. Бірінші ретке келіп тексереді, иә, әрине ол келіп көріп, ол деген ол адам жай ғана келмейді, ол жаңа өзің айттың ғой, көптеген адамдарды жинады, общий 2000 қой жинады. Біз оларға міндетті түрде кооператив құрамыз. Сол енді тұрғылықты жер бойынша сол жақтарға өздерінің өндірістік орындары, откормочный база тағы басқаларын бәрін сол жерге жиналады. Олар өздері жинайды. Техникасы, біреудің техникасы бар, біреудің жері бар, біреудің малы бар деген сияқты. Айтқанда бұл дүниежүзілік практикада өткен нәрсе ғой. Дүниежүзілік практикада өткен. Басқа әлемде де үлкен объем жасамайтын болса, бірігіп, басқа экспорттауға мүмкіндік бар. Әрине мүмкіндік бар. Қазақстанда мүмкіндік бар. Жаңа нарықты біз өзіміз енді жаулап алуымыз қажет. Егер бұны істемесек, ауыл шаруашылық құлайды. Бұл құлайды деген сөз, уже еліміздің тағдыры не боларын белгісіз болады деген сөз. Жалпы қазіргі таңда қанша өкіл бар осы жерде? Ашылғандарыңыз қанша болды негізі? Негізі бұл 2 жыл бұрын тіркелген. Аттестациялардан өзіңіз білесіз, там мәселелер көп та өтуі, соның бәріне 1 жыл, 1,5 жылдай уақыт алды өтуіне, жұмыс жасауына. Енді қазір мен бұл проектіде жүргеніме ары кетсе 1 аптадай болды. 1 апта болды. Бұл алаң құрылған, менің коллегаларым бар, әріптестерім бар. Солармен бірігіп бұл құрылған болатын. Кезінде өзім де бұның куәгері болдым. Ал енді қазір мен бұл площадка, бұл инструмент қой, бұл тұрған инструмент. Соны мен 1 апта болды өзім қолданып жатқаныма. Түсініңіз ғой. Қазір біздің тараптан наурыздың 3-4 күндері Қытайға делегация болып бармақшымыз. 3 күні шығамыз, 4 күні сол жерде выставкаға қатысамыз. Оның мақсаты біздегі өндірушілер өздерінің өнімдерін выставкаға апарып көрсету, ол біріншісі. Екіншісі және ең маңыздысы контрактыларға отыру. Өйткені біз қазірден бастап біздегі баратын компаниялардың тізімін жіберіп, ол жақтан қатысатын компаниялардың тізімін алып, екеулерін уже көріспей тұрып, былай айтқан кезде олар ниеті бар жоғын анықтап, сол жаққа уже подвенец дейді ғой, жетектетіп апарып, екеуін қоспақшымыз да. Көзбе-көз көреді. Өзің көр. Сен міне осындай адамдармен сен жұмыс жасайсың, сен осындай адамдармен жұмыс жасайсың депші. Бір-біріне көрсетіп, өнімдерін сатып, осы мақсатта. Ол біріншісі экспорт. Бос сөз қалдырмай, тікелей кездестіреді. Іске көрісу. Кірісу. Екіншісі, сен оборудование алып жатырсың, бірақ сен оны делдалдармен алып жатырсың да, перекупщиктар, былай айтқан кезде. Ар жақтан біз деген тағы сұраныс жібердік, тікелей өндірушілер, заводтарды, фабрикалар, тағы басқаларымен оларды да шақыру. Яғни, егер сізге Қытаймен жұмыс жасау, тікелей өндірушілерін алу қызық болса, онда сіз де бізбен бірге бара аласыз. Және де ол тек қана 3-4 наурыз емес, біз ай сайын баруды қазір жоспарлаудамыз. Енді осы барып келгеннен кейін ол белгілі болады да, 1 айда ма, 2 айда ма барып тұратынымыз. Түсінікті. Үшіншісі, одан кейін инвестиция. Бізде инвестор-потребитель деген ұғым бар, инвестор тұтынушы. Ол яғни өз ақшасын салады, өніммен алып кетеді. Яғни Қазақстанның экономикасына ақша берді, өнім өсірді, ол ақшаға біздің фермерлар өнімін алды, кетті. Мысалы, осы инвестиция тарту мәселесі бойынша, осы 3 мәселемен бармақшымыз. Түсінікті. Қазіргі таңда қанша өкіл бар осы? Центрдің ішінде, бізде өкіл ретінде бұл площадка, Дәулет, мен саған тағы түсіндірейін. Сен площадкаға бұл құралды қолданатын кезде сен келесің, кіресің, құралыңды қолданасың, одан кейін ары қарай өзің басқа жұмыстарын істеп жүре бересің. Осы мақсатпен құрылған. Қазіргі таңда бізде үлкен-үлкен ұйымдар бар. Ол ұйымдардың саны шамамен кеше нарғы күні 40 компаниядай болды. Желание білдіретін. Енді кеше бүгін тағы қанша компания болсын, шынын айтсам өзім білмеймін әзірге. Негізі қазір жаңа айттыңыз ғой, 3 наурыз күні болатын, уже 40 компания негізі жиналып тұр, кездесуге баратын. Ол жаққа мен қазір 15 компанияны укомплектовать етіп дайындап қойдым. Енді қазір маған тағы компаниялар шығып жатыр ғой, хабарласып. Енді оларды тағы бір жинаймын да, тағы 15-ін жіберемін. Запрос жасайсыздар, бізде назад бар. Біз жайдан-жай просто көшеден келген адамды алмаймыз да. Біз оның товары шынымен сұранысқа ие ма, ие емес пе, айтамыз кәдімгі. Дәулет, сіздің мысалы товарыңыз не болады? Мысалы, зажигалка болсын, мысалы, огнетушитель болсын, өндірем дейсіз. Ол жақта сұранысқа жоқ болса, мен сізге айтамын, Дәулет, сіз не үшін барасыз ол жаққа? В принципе, егер только экспорттайын десең, ал егер сіз оборудование алам десеңіз, сіз маған перечень бересіз, қандай оборудование қажет, там, не қажет, не үшін барасыз, мен соны ар жаққа барып білем, андайлар бар ма, бар болса шақырыңыздар өндірушілер. Жалпы центрдің құрамында ауыл шаруашылығы ма? Негізінде енді мен өзім осы ауыл шаруашылығын еңбек етіп жүргеннен кейін қазіргі таңда сол үшін біз ауыл шаруашылығы бойынша осы кездесуді де ұйымдастырып жатырмыз. Бірақ одан да бөлек әрине кез келген алдағы уақытта алдағы уақытта емес, қазірдің өзінде хабарласа берсе болады, там ондай
қиын ешнәрсесі жоқ негізінде. Біз запрос жібереміз, бар жоғын білеміз компаниялардың, олардың мұқтаждықтарын біліп отырамыз ғой. Кез келген кәсіпкер өзінің даму перспективаларын қарастыратын болса, потенциалы бар ма жоқ па, шығайын ба жаңа нарыққа, шықпайын ба, бәрі келе алады. Бәрі қатыса алады. Егер де отандық өндіруші болатын болса, міндетті түрде отандық өндіруші. Бізде делдалдарға жол жоқ. Оны бірден айтайын. Түсінікті. Негізі тікелей айтқанда өндіруші өзі жұмыс істейтін болады. Тікелей өндірушілермен жұмыс істейміз. Құрметті достар, бұл шынымен де үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Егер де сіз отандық өндіруші болатын болсаңыз, Қазақстанның ішінде басқа елге экспорт жасауға мүмкіндік бар. Сондықтан сіздің немесе сіздің коллегаңыздың номерін қалдырып кетейік. Әріптесіңіздің номерін қалдырып кетеміз. Хабарласып, толықтай ақпаратты ала аласыздар, немесе тікелей жұмыс істеп бастап кетуге болады. Сондықтан міндетті түрде қаласыңдар, бұндай мүмкіндікті жібермеу керек деп ойлаймын. Сұхбатыңызға рахмет. Сіздердің жұмыстарыңызға іске сәт болсын. Осымен шығарылым соңына жетті. Осы уақытқа дейін тек танысы бар адамдар шетелмен жұмыс істеген болатын болса, қазір қарапайым кәсіпкерге үлкен мүмкіндік шығып тұр. Сондықтан бұл мүмкіндікті пайдалануымыз қажет. Шетелден тек қана импорттай бермей, экспорттап өзіміздің экономикамыз көтерейік. Егер видео ұнаса, комментарий, лайк және де арналға тіркелуді ұмытып кетпеңіз. Бұл іскер соңы рахмет.